Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в 4 класс. Урок номер 1. Мы дети, твои Казахстан. Казахстан, біз сенің балаларыңбыз. Ты будешь читать и слушать тексты, понимать их смысл, строить правильные речевые высказывания. Сен мәтінді оқып, тыңдай аласың, мағынасын түсіне аласың. Және де ауызша өз ойыңды дұрыс жеткізуді құрастыра аласың. Упражнение 1. Прочитай и сравни. Оқып салыстырамыз. Каждый человек дорожит своей родиной. Әрбір адам өз отанын қадірлейді. Каждый человек ценит, любит и бережет свою родину. Әрбір адам өз отанын бағалайды, жақсы көреді және сақтайды. Похожи ли по смыслу эти предложения? Мағынасына қарай бұл сөйлемдер ұқсас па? Какие слова помогают понять их смысл? Қандай сөздер мағынасын түсінуге көмектеседі? Запиши, жазып аламыз. Упражнение 2. Послушай. Много мы уже умеем, и пока еще растем, но становимся умнее с каждым часом, с каждым днем. Мы все больше понимаем, чем нам надо дорожить, дорожить свободным краем и страну свою любить. Айтқожина. Біз көп нәрсені білеміз, және көп нәрсені жасай аламыз. Біз әлі өсіп келе жатырмыз. Күннен күнге, сағаттан сағатқа біз ақылдырақ болып келе жатырмыз. Және біз нені бағалауымыз керек, нені қадірлеуіміз керек, соны түсініп келе жатырмыз. Ал біз өзіміздің туған өлкемізді бағалауымыз керек, өзіміздің елімізді жақсы көруіміз керек. О ком говорится в стихотворении? Өлең жолдарында кім туралы айтылған? Что понимают дети? Какие слова в тексте тебе знакомы? Балалар нені түсінеді? Қандай сөздер саған таныс? Выдели главную информацию в стихотворении. Придумай заголовок. Өлең жолдарындағы басты мәліметті жазып аламыз, және де тақырып ойлап табамыз. Өлеңге тақырып ойлап табамыз. Упражнение 3. Порассуждайте. Поимдаймыз. Первая группа. Кто знаниями обладает, тот своей родиной помогает. Родине помогает. Кім білімді игереді, сол отанына көмектеседі. Вторая группа. Родина освещается солнцем, а человек знанием. Отан күнмен ашық, ал адам біліммен ашық. Третья группа. Для родины своей ни знания, ни жизни не жалей. Өз отаның үшін білімді де, өз өміріңді де аяма. Задание, тапсырмалар. Запишите свои пословицы. Әр топ өз мақалын жазып алады. Первая группа. Объясните смысл пословицы. Выпишите глаголы, определите форму времени. Бірінші топ. Мақалдың мағынасын түсіндіреміз, етістіктерді жазып аламыз, және қандай шақта тұрғанын анықтаймыз. Глаголы. Обладает, помогает, что делает? Обладает, что делает, помогает. Етістіктер. Игереді, көмектеседі. Не істейді, игереді, көмектеседі. Глаголы стоят в настоящем времени. Етістіктер осы шақта тұр. Вторая группа. Порассуждайте о смысле пословицы. Выпишите существительные, отвечающие на вопрос «кто что». Определите род. Мақалды пайымдаймыз. Яғни мағынасын талқылаймыз. Ол жерде зат есімдерді жазып аламыз. Кім не деген сұрақтарға жауап беретін зат есімдерді жазып аламыз. Существительные. Родина, человек, знание, солнце. Отан, адам, білім, күн. Родина. Что? Родина. Отвечает на вопрос «что?» Женский род. Человек. Кто? Отвечает на вопрос «кто?» Мужской род. Знание. Что? Отвечает на вопрос «что?» Средний род. Солнце. Что? Средний род. Отвечает на вопрос «что?». Третья группа. О чем эта пословица? Попробуйте другими словами сказать о смысле этой пословицы. Запишите это предложение. Бұл мақал не туралы? Және бұл мақалдың мағынасын басқа сөздермен жеткізіп көр. Сол сөйлемді дәптерге жазып аламыз. Упражнение 4. Прочитай выразительно. Мәнерлеп оқы.
Мы школьной семьей всегда дорожим, и школьный свой дом крепко мы чтим. В нем дети и взрослые помнят всегда, Родина главная ценность моя. Біз мектептегі отбасымызды қадірлейміз. Және де мектепті, яғни өз үйімізді, мектепті өз үйіміз деп есептеп, оны құрметтейміз. Және ондағы балалар да, үлкендер де біледі. Отан ол басты құндылық мен үшін. Найди в тексте информацию на поставленные вопросы. Чем дорожат дети? Что они чтут и о чем помнят всегда? Балалар нені қадірлейді? Және олар нені құрметтеп, және мәңгі естерінде сақтайды. Выпиши строку, в которой отражен главный смысл стихотворения. Өлеңнің басты мағынасы айтылған жолды жазып аламыз. Упражнение 5. Поставь вопросы к выделенным словам. Қарамен жазылған сөзге сұрақ қоямыз. Казахстан имеет большую территорию. Қазақстан үлкен территориялы ел. Яғни территориясы үлкен. Есть что Казахстан стоит в именительном падеже. Мы любим наш свободный Казахстан. Біз өзіміздің еркін Қазақстанымызды жақсы көреміз. Вижу что? Вижу Казахстан. Винительный падеж. Запомни и запиши эти вопросы. Бұл сұрақтарды есте сақтап жазып аламыз. Упражнение 6. Подумай и допиши. Ойланып, сөйлемді аяқтаймыз. Ажар Кушековна кто? Ажар Кушековна учительница. Она преподает русский что? Она преподает русский язык. Она применяет на уроках хорошие методы. Ажар Кушековну любит и уважает кто? Ажар Кушековну любит и уважает учителя и ученики. Ажар Кушековна кім? Ажар Кушековна ұстаз. Ол қандай сабақ береді? Ол орыс тілін береді. Ол сабақта не қолданады? Ол сабақта жақсы әдіс тәсілдер қолданады. Ажар Кушековнаны жақсы көреді, сыйлайды кімдер? Оны Ажар Кушековнаны балалар да, мұғалімдер де жақсы көреді және сыйлайды. Вспомни, если предложение – это одно или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Слова предложения связаны между собой и по смыслу. Сөйлем дегеніміз ол бір немесе бірнеше сөзден құралған, бір аяқталған ойды білдіреді. Ал бір сөйлемнің ішіндегі сөздер, олар бір-бірімен мағынасы арқылы байланысқан. Урок окончен. До свидания.